Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Назира. Бүгін ауызашарға дайындық. Бүгін бешбармақ пісіремін. Осы пісірген тамағымның рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Мендегі жылқының еті, жал жая, қазы және жілікті ет. Шамамен қазысымен қосқанда менің етім 10 килодай болды. Енді осы етті жақсылап жуып тазалап, кастрөлге салып пісіріп алатын боламын. Мен 2 кастрөлге салдым, өйткені бір кастрөліме сыймай қалды еттерім. Осылай бәрін салып, астына отын жағып, бетін жаппай қойып қоямын. Енді кезекте қамырымды илеуге кірісемін. Қамыр илеу үшін мен 350 грамм суға 1,5 шай қасық тұз қостым. Және де 2 жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламын. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Осылай араластырып алып, ұнымды салып, қамырымды илеп аламын. Менде 800 грамм ұн қостым, 350 грамм суға. Осылай жақсылап қамырымды илеп алып, 1,5 сағатқа бетін жауып, демалдырып қойып қоямын. Сосын бағанағы салған етімді қазыны әр жерінен инемен кесіп қоямын, жарылып кетпес үшін. Сосын енді сорпаның көбігін алып, осылай бәрін көбігін алып реттеп, астын пәсейтіп, бая отта бетін жауып, қайнатып пісіріп алатын боламын. Енді кезекте қамырымды жаюға кірісемін. Осылай 2-ге бөліп аламын да. Зуала істеп, әдемілеп қамырымды жайып аламын. Қамыр тым жұқа қылып жібермеңіздер. Себебі бұл көпшіліктің қамыры тым жұқа болып кетсе, езіліп кетуі мүмкін. Және орташа қалыңдықта жайғандарыңыз дұрыс. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз менің осы рецептім бойынша. Мінекей қамырымды жайып алдым әдемілеп. Енді кесетін боламын. Мен қамырды осылай кесіп алдым. Негізі бұл қамырды әр жерде әртүрлі қылып салады. Кейбір жерлерде осы үлкен қылып жайған қамыр 4-ге бөліп салады. Енді оны қалай сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай салсаңыздар бола береді. Маған осылай ыңғайлы, мен осылай кесіп алдым. Осылай кесіп аламын да, енді еттерімді піскен етімді сүзіп аламын жақсылап. Еттерім жұмсақ болып, әдемі болып пісті. 2 сағат қайнаттым, 2 сағаттың ішінде пісіп шықты. Керемет. Осылай етімді сүзіп алып, сосын тұздығын дайындайтын боламын. Қамырдың бетіне салатын. Енді қайнап тұрған сорпаға қамырымды салып, пісіріп аламын. Осылай жасап көріңіздер, міндетті түрде өте керемет дәмді шығады. Бешбармақ деген негізі қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ғой. Біздің ең жақсы сүйіп жейтін тағамымыз ғой. Және де ең оңай, ең жеңіл дайындалатын тағам деп ойлаймын мен. Енді осылай қамырымды сүзіп алып, астауға салып, келген қонақтарыма ұсынамын. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Арнамнан алыстамаңыз. Менің жаңа шыққан видеомды қарау үшін астында подписаться батырмасын басып қойыңыз. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыз.